Сәлем, әр апта сайын сіз өтетін жұлдыздардың жұлдыз рейтингін анықтайтын кул тізбе. Назарларыңызда, шоу-бизнестің кейбір жұлдыздарына қарасаң, уақыт тоқтап қалғандай әсер қалдырып жатады, өйткені олар өз жастарына қарағанда әлде қайда жас көрінеді. Мұның құпиясы неде? Біздің ойымша, олар арнайы жасартатын сиқырлы сусын ішкен сияқты. Жарайды, көп болжам жасамай, топ 5 өз жастарынан жас көрінетін бикештерді назарларыңызға ұсынамыз. 5-ші орын. Шеруіміздің бестігін Суперстар KZ байқау арқылы танымал болған Мөлдір Әуелбекова ашады. Бұл кездері әншінің жасы небәрі 17-де болатын, ал 19 жасында Әуелбекова белгілі продюсердің назарына ілігіп кешу тобының құрамына кірді. Ал 2010 жылы Мөлдір ғашық жүрек немесе жұлдызды коктейль фильмінде 2000-ға жуық қарсыластарын артқа тастап басты рөлді алды. Ол кезде әншінің жасы 24-те болатын. Проще, будь проще. Дура, поняла? Сама ты дура. Руки чего распускаешь? Ты пообщаемся. Ты чего офигела? Иди сюда. Бірақ сол кездің өзінде Әуелбекова өз жасына жас көрініп тұратыны. Қазіргі күні әнші бір баланың анасы атанып үлгерсе де, жүзіне қарап, оны 30-дан асқан деп айта алмайсың. Сондай-ақ көп жағдайда Әуелбекова инста парақшасына бояусыз түскен табиғи суреттерін жүктеп тұруды да ұмытпайды. Әлбетте, егер өзіңнің табиғи жасыңнан жас көрініп түрлі қошемет сөздерді ала алсаң, неге осындай суреттер салмасқа? Сонымен өздеріңіз көргенде Әуелбекованың бұрынғы суреттері мен видеоларынан аса қатты өзгеріс байқалмайды. Сондықтан әншіні расымен өмір бақи жас қылатын сусын ішіп алды деген ойға келесің. Қалай болғанмен бүгін Мөлдір ханымға осы үшін шеруіміздің 5-ші орнын тарту етеміз. 4-ші орын. 4-ші орында қазақтың ерке қызы Ерке Есмахан. Қалың көпшілікке Ерке іңкәр тобындағы жұмыс арқылы танымал болды. Ол кезде әншінің жасы 25-те болатын. Уақыт өте келе әнші топтан кетіп, өзінің жеке шығармашылығымен айналысты және Айша Бибі әніне алғашқы бейнеклипін таспалады. Бірақ сол кезде Баян Есентаеваның қол астынан кетпеді. Ол кездері Еркенің жасы 28-де еді. Ал 29 жасында Есмахан Төреғали Төрәлімен бірге Алло атты хит әндерін жазып бейнебаян таспалады. Ол жерде әнші бейнеклипке бояусыз табиғи сұлулығымен түсті. Ел назарында жүргеннен кейін Есмахан тығыз жұмыс кестесіне қарамастан өзінің бет әлпетінің күтіміне уақыт бөлуді ұмытпайды. Әлбетте жас әрі сұлу болған кімге ұнамайды. Қазір міне бет күтіміне арналған термаж процедурасын алып жатырмын. Бұл беттің тығыздалуына, терінің салбырамауына, формасы өзгермес үшін жасалатын процедура. Сондай-ақ Инстаграмнан мынадай суреттер салып тұрады. Ерке дәл осындай әдемі жас көрінуінің құпиясы неде? Бәлкім тыңдармандарыңмен бөлісе кетерсің. Ал әзірге біз саған шеруіміздің 4-ші орнын табыстаймыз. 3-ші орын.
Бес баланың анасы әрі әнші Динара Сұлтан шеруіміздің қол атағына жайғасты. 33 жасында көп балалы ана атанып, әрі жас көрінуі екінің бірінің қолынан келе бермейтіні анық. Бірақ бұл Динараға қатысты емес. Сондай-ақ Динара өзінің жасында дәл осындай сергек әрі табиғи сұлу болуының құпияларымен бөлісіп тұруды ұмытпайды. Жас қыздардың пышақтың астына жатуы дұрыс емес деп ойлаймын. Табиғи әдемілік әр адамға берілген. Сол табиғилықты қалайда ұзаққа созуды ойластыру керек. Ол меніңше спорт, дұрыс тамақтану, бет терісіне массаж, маскалар жасау және өз-өзіңмен гармонияда болу. Ал жас қыздар болса жүгіріп ернін өсіреді, артық майын сорғызады, көкірегін үлкейтеді және тағы да басқалары. Осы оңай және тез жолы екен деп кейде алданып қалып жатады. Жас әдемі қазақ қыздары өз табиғи әсемділігіңізді ұзаққа сақтап қалуға тырысыңыз, әлі бәрі алда. Сонымен қатар әнші табиғи сұлулыққа қатысты посттар жазып қана қоймай, оны іспен дәлелдейді. Дұрыс тамақтану спорттың арқасында болар. Динараның осыдан бірнеше жыл бұрынғы видеоларынан еш ерекшелік байқалмайды. Мәселен, мына бейнеклипте әншінің жасы небәрі 25-те. Осылайша табиғи сұлулыққа көп мән беріп, түрлі оталарға жоқ дейтін, ешқандай жасартатын эликсир ішпейтін Динара Сұлтан бүгін 3-шіде. 2-ші орын. Сұлу әрі талантты Кәмшат Жолдыбаеваға бүгін шеруіміздің күміс тағы берді. Өзінің 31 жасында Ару 18 жастағы қыздардан кем түспейді. Алайда әншінің өз жасынан қатты үлкен болып көрінген кездері де болды. Оған мына суреттер дәлел. Ал қазіргі күні Кәмшаттың осылай сымбатты дене бітімінің арқасында жас көрінуінің құпиясы ол спорт және дұрыс тамақтану. Тіпті Ару әлеуметтік желіде өзінің сырларымен бөлісіп те тұрады және сіңілісі Алтынаймен бірге арнайы спорттық бағдарлама да ашты. Сондықтан, егер Кәмшат секілді нәтижеге жеткілеріңіз келсе, әншінің сабақтарына құлақ түре отырыңыздар. Ал салауатты өмір салтын ұстанатын Жолдыбаева міндетті түрде мынадай хот суреттерімен бөлісіп тұрады. Қазақ халқы үшін ұят фотолар болғанымен, оның жасында дәл осындай күйде болу көпшіліктің қолынан келмейді. Талпыныспен үлкен еңбектің арқасында қазіргі күні Жолдыбаева халық назарында жүрген сымбатты бикештердің қатарында. Жарайсың, Кәмшат. Табиғатынан сұлу әрі өз жасынан жас көрінетін әншілердің ішінде кімнің бірінші екенін білмес бұрын өткенге көз жүгіртейік. 5-шіде мәңгі 18-де болып көрінетін Мөлдір Әуелбекова. 4-шіде әрдайым жас көрінетін Ерке Есмахан. Табиғи сұлулыққа көп мән беретін Динара Сұлтан 3-шіде. 2-шіде салауатты өмір салтының арқасында сымбатты көрінетін Кәмшат Жолдыбаева. 1-ші орын. Ешқашан қартаймайтын Баян Алагөзова 1-шіде. Продюсер танымал болған сәттен бастап әрдайым ел назарында. Көпшілік Баян ханымның сымбатты тұлғасына бет әлпетіне қарап тамсанып жатады. 45 жасқа келсе де өзін қыздарының құрбысы ретінде сезінеді. Сондай-ақ продюсер Инстаграмдағы оқырмандармен мынадай стильдегі суреттермен бөлісіп тұрады.
Ал Алагөзованың өз жасында жас әрі сұлу көрінуінің сыры әрине бет әлпетіне уақытылы және дұрыс қарау. Я поверила, доверилась тебе. Да. Отлично. Ты доверилась доктору Ю. И теперь я доверилась доктору Ю. Сондай-ақ спорт. Красивая подтянутая фигура с неба, к сожалению, не нравится. Поэтому надо работать. Это тяжело, но очень результативно. Соның арқасында олар Баян ханым қартаю деген құбылысты қатырып тастаған секілді. Мысалы, біраз жылдар бұрын продюсер мынадай видео түсірген еді. Ол кезде, егер қателеспесек, Алагөзова 33 жаста болатын. Все будет шайн, ветер в парусе, как дыхание этой глянцевой зари. Но все будет шайн, и в этой шумной гавани никогда ты не останешься один. Көп жағдайда әншілер жылдар өте келе қартайып жатса, Баян ханымда бәрі керісінше. Тіпті продюсер осыдан бірнеше жыл бұрын басынан өткен оқиғаға қарамастан күн санап жасарып, әдеміленуде керемет. Сондықтан бүгін сізге шеруіміздің алтын тағын тарту етеміз. Осымен сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын кул тізбе тәмам. Егер біз бен сіздің ортақ әңгімемізге айналар шеруіңіз болса, әлеуметтік желілерде жасап отырыңыздар. Ендеше келесі кездескенше.